Қымбатты көрермендер, Таңшолпан бағдарламасының алғашқы құрметті қонағы келіп жайғасты, таныс болыңыздар. Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақтан Батыр ауылынан келген Ақжол батырымыз бүгін бізде қонақта. Ақжол Тұманбай Төменбай жас ақын. Енді Ақжол Тұманбай деп айтып қалған себебім өзде бір жақсылық шығар деп ойлаймын. Тұманбай Молдағалиев ағамыз сияқты, атамыз сияқты үлкен бір ақындардың ізін жалғастырар үлкен азамат бол деп айтқымыз келеді. Өзі үлкен азаматсыз. Енді елде не жаңалық? Елде барлығы тыныш, сырдың елі, жырдың елі, жырымен де, әсемдігімен де, көркемдігімен де қарыштап даму үстінде, оның барлығы өздеріңіз куәсіздер. Қуаныштымыз. Енді сол сыр елінің сонау Қазалы деген қасиетті тамыры терең тарих кенен Қазалы деген жерден келіп тұрмын. Ол жерден өздеріңізге белгілі Роза Бағланова, Мәдина Ералиева, Кеңесті Үйсекеев ағаларымыз, немесе елден шыққан жетіскен Мәкенәлі, Рүстем Жанай, Абдулла Сапар сынды атуында ақындар шыққан ел, Жанғожа Батыр, Бекарыстан бидің кіші жүзге 300-дің биі болған Әдеке бидің мекен еткен жері сол Қазалы деген киелі жердің аудан орталығына 19 шақырым жердегі Ақтан Батыр деген ауылдан осы Астанаға, қазіргі Нұрсұлтанға келіп отырмыз. Қош көрдік. Қош келдің деп тағы да айтқымыз келеді өзіңе. Ақжол, өзің жақында ғана біздің Қарекет бағдарламасында алғаш рет осы эфирде сұхбат бердің. Қайдан шақыру алдың? Қалай алдың шақыру? Ол негізі, ол дүниенің басы сол бір жанашыр адамдардың ниетінен пайда болған дүние, бірақ көңіл деген дүние бар ғой, адамның өміріне де, жан дүниеңе де бір жылу сыйлайтын. Елдегі бір жанашыр ағам Әлия Құдайбергенова апама, тәтеме, мына осы баланың өлеңдерін қарап көріңізші деп ұсыныс жасап, ол кісілер сөйтіп қызығушылық танытып, бірінен бірі қолдау тауып, бір өмірімде үлкен дүмпу болған жағдай. Енді сол Қарекет бағдарламасына шақырып арнайы бір хабар арнап, Дүйім Алашқа, Алталашқа мені жария етіп, оған қоса елдегі ағаларым да маған қанатымнан дем беріп, осы қолдап, осы әдеби өмірге, ақындық өмірге келгеніме тілекші болып жатыр. Барлығына шын жүрегімнен алғысымды айтамын. Ақжол, енді біздің сыр елі, жаңа өзің айтып өткендей жыр елі деп айтамыз. Сыр елінен қаншама біздің осы қазақ өнерінде, қазақтың жазба өнерінде, әдеби өнерінде өзінің ойып тұр орнын қалдырған, ізін қалдырған қаншама ағаларымыз, апаларымыз бар. Өзің кімді оқып өстің? Кімдерді оқып өстің? Енді ол жергілікті ақындардан бөлек кез келген әдебиетке бой түзеген әдеби өмірге құмартқан бала мектеп қабырғасынан бастап мен айтар едім, ол Мұқағали, Мақатаев, Мұхтар Шаханов сынды белгілі Алаштың азаматтарына, ақындарына еліктеп, соларға бой түзеп өседі негізі. Ал жергілікті ақындар өзіміз сынды ақыл кеңесін айтып, ағалық ақылын айтып, қастарына, жандарына ертіп, қамқор болып жүреді. Сондай дүниелер бізде енді. Ең алғаш мектеп қабырғасында 7-8 сыныптан бастап жаза бастағанда сол ақын аталарымызға, ағаларымызға еліктеп бой түзеген болатынбыз. Алғашқы жазған өлең есіңде ме? Алғашқы жазған өлеңім есімде жоқ, және алғашқы жазған бір топтамамды мен студент шағымда жоғалтып алғам. Көп нәрсе есімде қалған жоқ. Енді өзіңді біз осы ақындар облыстық деңгейдегі ақындар мүшәйрасының бас жүлдегері ретінде жақсы білеміз. Осы облыстық жас ақындар байқауында қандай өлеңдеріңді ұсындың? Ол енді облыстық мүшәйраларда белгілі бір тұлғаның, ақынның мерейтойына, туған күніне байланысты ұйымдастырылады. Енді ол өзінің мүшәйраның шарттары болады. Тақырып сол бір тұлғаға арнау, және екінші тақырып еркін тақырып болады. Еркін тақырыпқа өзіміздің жүрегімізден шыққан дүниені, ойымыздан келіп, шабыттан туған дүниені апарамыз, және арнауды өздеріңіз білесіздер. Сол тұлғаға жеке ұрпаққа дәріптеу жолында, ұмытылмас өнеге қалдыру жолында, сондай жолда біз арнаулар алып барамыз. Сол екі жүйеде, екі шартта өтеді ол. Сондықтан қайсы бірін айтуға болады. Әртүрлі мүшәйраларға әртүрлі өлеңдер алып барамыз. Сондай бір есіңде қалған керемет бір шабытпен келген бір өлеңді оқып берсең қазір. Әрине, енді мынау ұлттық арнаның төріне, Алаштың төріне келіп, қайдан келдің дегенде, сырдың елі, жырдың елінен келдің деп, Алаштың анасы болған сырға арнаған өлең бар, қасиетті сыр ана деген. Сол өлеңді оқып берейін. Абыз бабасы түнерген
аңыз даласы бюрода бюро құмөрген, 101 жыраудың сынығы қалған дүрелден, шежіре тұнған сырана сенің төсіңнен, таудай батырлар әруақтанып күш алып тұрмаған беттер жыр емген. Тереңге тартқан тамыры, сыйынары да, ұйығаны да тәңірі, запыран құсып заманда қалған зар үні, өлі тасына тірі тарихын таңбалап, жырланып жатыр қасиет қонған қара жер, нұрланып жатыр әруақтардың қабірі. Күмбірде күмбір күйақты, тұлпары дүлдүл, сұңқары ұшқан қияқты, ұлына намыс қызына беріп ұятты, өлермен болған өр кеуделерін оққа жап, есілдің бойын ен жайлап алған көп қазақ, Ақмешіттің сағынатын сияқты. Құдайдың қалық егізі, Құдайдан ғана пәнидің бұлақ негізі, көзсіз батырдың, сөзсіз ақынның көбізі, том-том тарихын парақтап, бетпақ даладан күңіренеді адақтап, қорқыттың кейде қобызы. Сөзімнен кетсе тайып мән, жыртығын жамап, жүдеу жырымды байтқам, жарамды жалап, бодан дертімнен айыққам. Қалың жұртым-ау, қабырған қаусап түңілме, жоғалтқандарым оралатындай түбінде, бұтпанып кеткен ғайыптан. 18 мың ғаламат туған топырағыңа татымайды екен обалақ. Көне заманға көшпелі жұрттан салауат, ит болып тусам, ит аяғындамын көп елдің, ер болып тусам, ел кегін қуып өлермін, Аллаға бәрі аманат. Демеңдер мені дүбәрі, бабамнан қалған ата жұртым ғой бұлара, әр төбесінде жәдігер қалған мұраға, топырағында тәңір ұлдары туылып, атырабында ұялап жатқан ұлылық, қасиетті ғой сырана, қасиетті ғой сырана. Ой, қандай тамаша. Ақжол, өзіңді бұлай өлең оққан кездегі стиліңде ерекше екен. Мен жаңа осы эфир басталмас бұрын өзіңмен сөйлескен кезде бір-екі өлең оқып берсем деген өзінің өтінішің болды. Енді мына өлеңді тыңдағаннан кейін бізді көріп отырған көрермендер тағы да бір өлең оқып берсе деген, меніңше қазір сондай ұсыныс тілектер бар сияқты. Жұп болса қалай? Әрине, ақынға қара сөзден өлең оңай. Екінші өлең оңай. Анау арғы бабамыз Қорқыттан, бергіміз біз секілді Алла аузына сөз салған азынаулап, ағайын туған інілердің ақындығына ана туралы жырламаған жоқ шығар. Бүгін менің апамның туған күні деген өлең. Балалық ай, балпаңдап жазым басқан, тағдырыма мехнат жазылмастан, мына менің табаным жарақатсыз, ал апамның маңдайын әжім басқан. Қадір қашқан менен де ұят налып, аспан неге жылайды жияқталып, ажарына апамның әжім түсті, әжемді жеңген тағдыр сияқтанып. Көрмейсің бе тірліктің тербелуін, мен өмірге, ал маған келді өмірім, есім кетіп әлдеймен есілінге еңбек деуден басталдау пенделігім. Апа, мен қырт өмірді көксемедім, көксемеуге бар еді көп себебім, тоймай қалған қозыдай дүре тиіп, етегіңе оралып өскен едім. Шөккен еңсе, ақ түскен тау ғұмырға, кәрілік кәрленеді жау қырында, аяғыңның астында аят болған жұмақтың иісі бар жаулығыңда. Мысқыл күлкі, мүжіген мүрде мұңды, күпігейген қар өмір кімге нұрлы, бүкірейген апама қарап білем, мен кімнің арқасында жүргенімді. Тар құрсағын кеңітіп құндақтаған, емізген, еміренген қымбатты адам, тас емшегін жібітіп таңдайымды ана сүтінен құрғатпаған, мен апамның жастығын ұрлап барам. Қазақ үй, қарт атана, тентегі бір, күрмеуге келмей қалар келте ғұмыр. Әне-міне дегенше түгесілер әжем айтқан, әй, жалған ертек өмір. Сөнді жұлдыз, құбатаң бұзарды да, болмай отыр болмағыр мазам жүдә. Апамның туған күні өткен сайын,
әжем келе береді көз алдыма. Ой, қандай тамаша. Әжем келе береді көз алдыма демекші, менде бізде сыр елінде айтады ғой, кемпірдің қызы деп. Иә, өзімнің әжемнің қызы болып өскенім есіме түсіп, көз алдыма әжем кәдімгідей келіп, көңілім кішкене босап жатыр. Енді биыл жастар жылы елбасымыздың, тұңғыш елбасымыздың жариялауымен 2019 жыл жастар жылы болып бекітілді. Осы жастар жылында жаңа өзің айтып жатырсың ғой, облыстық ақындар мүшәйрасына қатысып бас жүлде алдым деп. Енді республикалық деңгейде, халықаралық деңгейдегі мүшәйраларға қатысып, жүлдемен осы біздің студиямызға қуанышымен бөлісуге келуге шын жүректен тілектеспіз. Жастар жылы өзің үшін табысты жыл болсын. Елге сәлем айт. Біздің осы елордамыздан қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің Таңшолпанның қонақжай студиясында құрметті мейманымыз болған Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақтан Батыр ауылынан келген Ақжол азамат, Ақжол Түменбай. Көп рахмет. Сіздерге де шығармашылық табыс. Біз бағдарламаны әрі қарай шағын аңдатпамен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.